салайық біз бірге, би-билейік ән салайық біз бірге. Бақыт болсын, үйлеріңіз толсын, әрқашанда күлкіге. Армандарың орындалсын әрқашан, аспандарың ашық болсын әрқашан. Жаңа жылмен бақ береке келсін, біз әрқашан бірге болайық. Жап-жаңа, жап-жаңа, жаңа жылдық мереке. Армысың Қазақстан! Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Hello alaikum ladies and gentlemen, happy new year құтты болсын. Біз бастаймыз! Бәрекелді құрметті достар, жап-жаңа жылдарыңызбен. С Новым годом, дорогие друзья! Ну что ж, ребят, давайте обсуждать, какие интересные события произошли в 2012 году. Ну, бірінші қаңтарды еске алатын болсақ, 2012 жылдың енді 31-нен кейін менің ойымша ештеңе болмаған шығар деп ойлаймын. Дәл бірінші қаңтар күні. Барлығы екісінен басталған шығар деген ойдам, менің ойымша, Оксана. Год начался исключительно хорошо, можно сказать, потому что в январе Астану признали самым счастливым городом в Казахстане. Дорогие друзья, я уверен, что в новом наступающем году наша столица станет еще счастливее. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим погоду счастья на телеканале Астана. С наступающим Новым годом, дорогие телезрители! В новом 2013 году жители Астаны станут еще счастливее. В самом начале года циклон счастья накроет сначала депутатский городок, прокатится по всему левому берегу до реки Ишим, чуть зацепит микрорайон Самал и угаснет, так и не дойдя до вокзала. Но и на правом берегу уровень счастья будет держаться стабильно за счет высокого потока гостей, приезжающих в столицу с надеждой на светлое будущее. Давление со стороны арендаторов понизится плюс 70, плюс коммунальные услуги. Кстати, Турсунбек, а ты помнишь, что ты делал 1 января 2012 года? Ну, я, если честно, сейчас не помню 1 января у меня 2012 году, что у меня там, что случилось. Я чувствую, что-то, не знаю, не помню. Я, наверное, спал целый день. Наверняка многие не помнят, а я точно помню, что мы все с вами проснулись в едином экономическом пространстве с Россией и Белоруссией. Точно, вот, вспомнил. Думаю, 1 января 2012 года, думаю, какой-то у меня тоже, у меня в голове какое-то пространство непонятное. Знаете, вот... Эх, чувствую, хочется березке белоствольной прижаться. Эх, березка, жаным сол. До воды ключевой из ведра вдоволь напиться. Да с гарными девчинами, хлопцами по поле хороводы водить. И как мне сейчас подсказывает режиссер в наушник, наш корреспондент уже в Париже и готов выйти с нами на связь. Ну что, в общем, возьмешь меня средним планом, на заднем плане должна быть Эйфелева башня. Ну, чтобы все было видно нормально, хорошо? Итак, Абзал, добрый вечер, вы в эфире. Спасибо, Санат. Дорогие телезрители, позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом из Франции, из Парижа. Смотрите, вон Эйфелева башня, мы в Париже, друзья. Отличное настроение, все готовятся к Новому году, новогодняя суета. В 12 уже будут стрелять салюты. Кстати, здесь очень дешевый салют, всего лишь 200 тенге, представляете? Евро. А, да, здесь во Франции официальная валюта, это же евро. Посмотрите, как здесь красиво. Замечательно. Бонжур. А вы учитесь знать персидский? Merci, bonjour de Sofo. And what you say? Сіздің камераға түсіріп тұрғансыздар, кешіріңіз айып. Сәлем, мен Нұрмахан Мұханұлы. Дәл қазір сіздермен жаңа жыл мейрамында болатын жағдайларды талқылап, өзімнің кеңестеріммен бөліскім келіп отыр. Бәріміз жаңа жылда жақын адамдарымызға түрлі сыйлықтар береміз. Сыйлық берудің де өз ережесі бар. Тізімді бірінші болып, сүйікті жарымыз бастайды. Сонымен, жарыңызға сыйлықты қалай тарту еткен дұрыс? Сүйіктіңізге сыйлықты ыңғайлы уақытта беру керек.
Жаным, мынау саған. Ой, рахмет. Ештеңе етейшіне 5 теңгелік дұқи ғой. Не отырсыз? Бар жұмыс жаса. Жаным, мынау саған. Рахмет. Бар енді жұмыс жаса. Сюрприз! Жаным, мынау саған. Ой, рахмет, жаным. Ең бастысы, жаңа жыл балалардың мерекесі екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал балам, жаңа жылмен насыйлық саған. Ал iPad маған. Онда сыйлық та менікі. Бұл менің ғана кеңестерім. Менен басқа кеңесші тапсаңыз, онда нұр үстіне нұр. Ал егер таппасаңыз, алысқа ұзап кетпеңіз. Бірер минуттардан соң қайта жүздесеміз. Күтіңіздер. Дамы и господа, леди и Гага, итак, встречайте, повелительница Зеленого базара, властелин Кумалаков, Марал Апай, қарсаңыздар! Марал Апай! Жаңа жыл кешінде 80-демін. Астана арнасында бірінші рет Марал Апай! Мәш қолымдың мен селкілдете бермей. Ой, қайдам мен. Кешіріңіз апа, ана сілкілдеп, мына сақинаңды шешіп алам ба дегем, шықпай қалды. Бұны өзім сулап алып жылдан бері шеше алмай жүрмін. Тамаша, апа, студиямызға қош келдіңіз. Мен енді балгер екенсіз. Көріп кел деп жатсыз, мен шынымды айтсам, мен сізге сенбеймін. Сенбеймін дейсің ба? Сенбеймін. Мен көріп келмін, оған бәрі сенеді. Айналайын, шырақ, мен номер 1 профессиональная гадалкамын. Апа, сіз номер 1 профессиональная кидалка секілдісіз. Түріңізге қарасам. Алгер, балгер болсаңыз, құмалағыңыз қайда? Құмалақ где? Құмалақтар манақта подзарядкіде тұр. Шынымен құмалақ ашқам ғой, зарядкілер отырып қаған ана құмалағымның. Сол, айналайын, айтпақшы, мына жерде Wi-Fi бар ма? Істайды ма Wi-Fi? Wi-Fi-дің сізге қандай қажеті бар? Wi-Fi болмаса, мен құмалақтарым істемейді. Интернет арқылы біліп отырып. Хорошо, апа. Последний вопрос, апа. Весь мир в 2012 году интересовал апокалипсис. Что вы думаете по этому поводу? Апокалипсис дейді, не ол? Ой, ақыр заман ғой, апа. Ақыр заман ба? Әлгенде 21 желтоқсан болады деген 10 күн болды, ештеңе болған жоқ. Айдалай, Тежинат үйленгенсің ба? Иә. Енең бар ма? Әрине бар. Сол енең үйіңе келген кезде, сол кезде саған нағыз апокалипсис болады. Мен сенбеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Мінекей, мамыр айына да келіп жеттік. Бұл айда «Жау жүрек мың бала» тамаша фильмнің тұсау кесілді. Жалпы бұл картина әр адамның жүрегінде ұлтжандылықты, тәуелсіздікті бағалауға тәрбиелейтін картина деп танылды. Сол «Жау жүрек мың бала» фильмде басты рөлде ойнаған, енді мың баланың барлығын студияға шақырған сыймайды. Сондықтан да біз екі баланы шақырып отырмыз. Екі бала демей қойық, екі нағыз азамат. Шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар. Бүгін студиямызда Асылхан Төлепов және Аян Өтепбергенов. Шапалақ болсын. Сразу же первый вопрос, ребят, скажите, а правда, что после первого фильма «Жау жүрек мың бала» выходит второй фильм, который называется «Жау жүрек мың жарым бала»? Әрине, қазір оның бәрі қалжың, бірақ егер бізге мүмкіншілік берсе, мың жарым баланы түсіреміз. Жоқ, Асылхан, менің естуімше мың жарым бала емес, шатастырып отырмын, мың жарым қыз деген шығарады деген. Тамаша. Знаете, ребят, дело в том, что мы нашли некоторое сходство с голливудскими фильмами. Давайте посмотрим. Жақсы, олай өтім болса, баршамыз бірге тамашалайық. Так. Бас шіркін. Қаймасы күшті кім? Міне, мұнауыр баршамыздың есіміздегі кадр. Ол... Осындай үлкен әлемге ата егілі актер болыңыздар. Келесі сюжет тамашалайық. Жаңа соңғы аватарға ұқсайды. Алген марапаттарға қайта оралғым келіп тұр. Ақан Сатаев... Марапаттарға? Иә. Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» драмасы Оскар киносыйлығынан үміткерлердің лонг парағына енді. Жалпы Оскардың шорт парағына енген фильмдер тізімі 2013 жылдың 20 қаңтарында жария етіледі. Ал марапаттау салтанаты Лос-Анджелесте 24 ақпанда өтпек. Құрметті достар, жігіттер, міне сахна бар, көрермен бар, камера бар. Лос-Анджелесте елестетейік, залда кілең толған қазақ. «Жау жүрек мың бала» фильмі Оскар алып жатыр деп бір дайындық істеп көрсек.
Good evening, ladies and gentlemen. Hoş geldinizler. Oscar 2013. Sonымен үздік шет тіліндегі кешіңіздер бұл басқадан кетеді. Шет тіліндегі үздік фильм Жау жүрек мың бала! Жау жүрек мың бала! Казахстан! Eyvallah. Çok rahmet. Thank you. I love you Kazakhstan. Thank you, thank you. Thank you very much. And thank you, Angelina Jolie. Thank you, Brad Pitt. Thank you, Hakan Satayev. Қазақтар, доғарындар, доғарындар. Бұл не сұмдық қазақтар? Кешіріңіз, кешіріңіз, сіз кім боласыз? Мен кіммін? Мен кім екенім сіз білмейсіз бе? Қос фильмді, қосыңдар. Тоқтат, тоқтат. Міне, бұл мен боламын. Осы фильм үшін терімді төккен қазақ баласымын. Сартаймен жауға шапқан батырмын. Ал анау жанындағылар Қайрат, Жандос және Евгений. Осыларды мен массовкаға шақырғамын. Аз сендер болсандар, маған да бір ауыз рахмет айтпадыңдар. Ну что ж, а мы продолжаем узнавать, как же празднуют Новый год в разных странах мира. По-прежнему наш корреспондент, которого мы спонсировали и отправили. Итак, как мне подсказывают, наш корреспондент уже в Лондоне. Что, нормально? Шапка небольшая? Нормально, красиво. Красиво, точно? Все, давай, готовь, сейчас скоро уже начнем. Абзал. А если узнаешь, что мы деньги потратили и что мы не в Лондоне? Блин, Кайрос, ну как раз тебе говорит, ну не понти ты, нормально все будет, не переживай. Абзал, вы в эфире. Спасибо, Санат, дорогие телезрители. Я снова вас поздравляю с наступающим 2013 годом. Теперь мы ведем уже прямой репортаж из Лондона. И как бы сказали бы местные жители, hello, my... Так бы они и сказали, hello. Как вы заметили, позади меня стоит красная телефонная будка, что является символом Англии, вернее Лондона. Как здесь справляют Новый год? Семья собирается в узком кругу и кушают традиционный яблочный пирог. Различные напитки. Қазақша сөйлейсің ба не? Я основада бәрі қазақша сөйлейді. Представляете, здесь в Лондоне я встретил казахстанца. Сейчас, минуточку. Бәрекелді құрметті достар, біздің енді осы 2012 жылы бізден есімен есте қалды. Ол тамыз айында өткен Лондондағы Олимпиада ойындары. Қазақстан 7 алтын алып, міне тұрақты 12 орынға ие болды. Қошеметтеріңіз. Ал бүгін біздің студиямызда біздің толағайларымыз Лондон Олимпиадасының чемпиондары Серік Сапиев және Ольга Рыпакова. Қош келдіңіздер, студиямызға қош келдіңіздер. Ну, я так понимаю, что вы наряжаете елку золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, да, в основном? Вот, такой вопрос сразу, Серик. Смотрите, вся страна знает, что вы закончили спортивную карьеру, так сказать, повесили перчатки на гвоздь. Ну, а теперь вот мы с Турсубеком хотим сделать вам предложение. Может быть, откроем стоматологическую клинику имени Серика Сапиева, удаление зубов методом Серика Сапиева. Можно подумать. Хорошо. Если что, мы клиенты найдем. Вы знаете, Серик, существует очень много анекдотов про боксеров, да? И не все эти анекдоты, они на самом деле веселы для боксеров. Может быть, вы развеете этот миф, сломаете этот стереотип, расскажете какой-нибудь веселый анекдот. Ну, я опять расскажу про боксера, шутку. Вот посмеяться над боксером может каждый в данном случае, но не каждый успеет извиниться. Так что, Санат,
Не обессудьте, если что. Если что, первый клиент есть в твоей стоматологии. Ну, поскольку у нас телеверсия, я успеваю извиниться. Извините. 16 күн бойына расымен де қатты жанкүйер болдық, кәдімгідей жанымызды беруге де дайын болдық десек қателеспейміз. Сондықтан да сіз сияқты алтын адамдар тұрғанда біздің балаларымызға, өскелең ұрпаққа батысқа еліктеудің еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Олай болса, экранға назар аударайық. Тұр, бокс басталды. Лондоннан біз күттік жеңіс, көз ілмей көзеттік тегіс, ұйқыдан тамақтан және де жұмыстан қалды түгел. Жеңізден түс көрдік түнде, жеңізде ойладық күнде, біз жыладық, біз қуандық, терледік шаршап мүлде. Айқайладық бар дауыспен, алақайлап түнімен, жанкүйерміз біз forever. Мен, сен, біз, бұл Қазақстан. Ерлерді жыламай дегеннен жас шықты бәрінің көзінен. Әжеміз жанкүйер бол, сериал қалды жайыңда. Айқайладық бар дауыспен, алақайлап түнімен, жанкүйерміз біз forever. Мен, сен, біз, бұл Қазақстан. Біз жыладық, біз қуандық, терледік шаршап мүлде. Айқайладық бар дауыспен, алақайлап түнімен, жанкүйерміз біз forever. Мен, сен, біз, бұл Қазақстан. Айқайладық бар дауыспен. Давай, еще давай. Уже не так больно. Не так больно. Давай, еще раз правильно. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это здесь происходит, а? Чем вы тут занимаетесь? Как чем занимаетесь? Вот Ньютон уже в голову яблоку упал, он закон придумал. И? Вот мы тоже закон придумываем, да? Научными делами занимаемся? Да. А чем мы еще занимаемся? Не мешайте нам. Вот, пожалуйста. Стоп, ребята. Я вообще-то не просто так сюда пришел. А как? Я к вам с проверкой. А? От... О, прямо от... Не прям? А так? Тогда... Министерство, ребята, и что? Министерство. Так, в общем, давайте проверять, чем вы тут занимаетесь.
Так что такое-то? Что это? Вот это что такое, спрашиваю? Это яблоко. Вот это что-то. Банкет был вчера. Да, вчера Честь банкет победы был. Астаны Экспо 2017. Да. А еще открытие мы вчера большое сделали. Великое открытие сделали. мы. Какое открытие? Вот скажи, Турсунбек. Мы... Что вы кричите? Лучше спрашивали, что придумали вы? Что вы придумали? Турсунбек и Кыртымбек что придумал? Мы придумали что? Овцу мы сделали. Клонировали. Правильно, овца. 2 сделали. Из одной 2 сделали. Так, серьезно, вы не разыгрываете сейчас? Да. Поздравляю вас, это же действительно... А вы ходите с проверками. Действительно, Поздравлять нас надо. можно посмотреть на это открытие, на овцу, на вторую, где они? Ты же побольше там ничего не скажешь тебе, давай. А мы съели ее вчера. Мы съели. Праздник вчера же был. Вчера Вот. еще бешбармак Значит, какой давай вкусный тогда. О, получился. грамотно. А там салфетки есть, будете кушать. Стоп, то есть вы взяли и сожрали клонированную овцу стоимостью в $1 миллион? Ну, мы... 1 миллион? Вы что, с ума сошли, что ли? Чем вообще вы тут занимаетесь вообще каждый день, а? Давай, қыздар, алыңдар. Қыздар, алыңдар. Помогите, Турсунбек, иди сюда. Басын ұсташы деп, басын ұсташы. Биыл міне жылан жылы, құрметті достар, жылан жылы. Мына қыздарға жарайсыңдар, қыздар. Жылан жылы. Өздеріңнің жылдарың құтты болсын. Да, все. Ну что за фокус? А что делать? Слушай, ну я, конечно, понимаю, но я думаю, что если мы прикоснулись к змее в начале года, я думаю, что это... Все будет хорошо для что нас. мы заработаем очень много денег. Keşer canım, keşigdi çıkarıp salalmadım. Çıkarıp salalmadım. Çıkarıp salalmadım. Çıkarıp salalmadım. Çıkarıp salalmadım. Keşer canım, keşer canım. Keşigdi çıkarıp salalmadım. 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 Salalmadım ben.